әлемінің астанасы Түркістан қаласындағы Назарбаев зияткерлік мектебінде Қазақстан ұлттық арнасының қолдауымен тіл қазына кешені ашылды. Кешен оқушыларға қазақ әдебиетін, мәдениетін үйретуде маңызы зор. Кешеннің кереметін бірге тамашалайық. Қазақ халқының бай мұрасы, баға жетпес қазынасы осы кабинеттің жеке кітапханасында жинақталған. Басқа білім ордаларында, басқа кітапханаларда жоқ бабалар сөзінің 100 томдығы, сондай-ақ заңғар жазушымыз Мұхтар Әуезовтің көп томдығы, Мұхтар Мағауин, ақын Фариза Оңғарсынова, Тахауи Ахтанов, Ілияс Есенберлин сынды жазушылардың, даламыздың дара тұлғасы Мәшһүр Жүсіп Көпейұлының көп томдық шығармалар жинағын оқушылар сабақтан тыс уақытта оқып, осы жерде талқылайды. Сондай-ақ қазіргі уақытта біз бабалар сөзінің сериясы бойынша шыққан мақал-мәтелдерді электронды нұсқада классификациялау жұмысын жоба ретінде алып отырмыз. Кешеннің келесі кабинеті халық ауыз әдебиетіне арналған. Кабинет қазақ өнері мен мәдениетін дәріптейді. Мәселен, дәстүрлі ән, айтыс, опера туындылары туралы ақпаратты заманауи QR-код арқылы алады. Дәрісхана 12 оқушыға арналып жасақталғанмен атқаратын функциясы сан алуан. Атап айтқанда, NSTube сайтында қазақ тіліндегі көркем фильмдер мен деректі фильмдер, аудиолар мен видеолар бар. Бұл жоба Қазақстан ұлттық арнасының қолдауымен қолға алынған. Қазақ радиосы ашылған кезден бастап, осы күнге дейінгі құнды аудио-видеолар жинақталған. Материал арнайы сайтта сақталып, және компакт дискіге басылды. Ұлы тұлғалардың өз дауыстары мен видеолары оқушылар мен оқытушылар үшін үлкен қазына. Халық ауыз әдебиеті домбырасыз елестету мүмкін емес. Бірнеше домбыра ілінген, жай домбыра емес. Әнші ақын, композитор Елена Әбдіхалықова арнайы мектебімізге сыйға тартқан құнды домбыра. Әлгінде атаған Википедия жобасына оралсақ, әлемдік энциклопедиялық жобаға қазақ тілінің интернеттегі үлесін көбейту үшін енгізген мақалалар аз емес. Бұл еріктілік жұмыстың қазақ тіліндегі контент үшін маңызы орасан. Қазақстан ұлттық арнасының алтын қорынан алынған осы материалдар ізденушілер үшін таптырмас байлық. Әлемдік Википедия сайтындағы қазақша мақалалар дәл осы кабинетте, дәл осы оқушылардың қолымен жазылады. Бұл жерде оқушылар қазақ халқының көркем фильмдері мен деректі фильмдерін көріп, талқылай алады. Қазақ кинофильмдерінің үздік туындыларын көркем әдебиеттермен салыстыру, талдау жұмыстарын оқушылардың өздері жүргізеді. Мәселен, Мұхтар Әуезовтің Көксерек әңгімесін оқыған оқушылар Көксерек фильмін қарап, қос туындының арасындағы айырмашылықты, детальды ақпаратты салыстыра талдайды. Сол арқылы балалардың айтылым дағдысы дамып қана қоймай, сараптама жасау, шығарма талдау сияқты қабілеттері де ерте жастан дамиды. Зияткер оқушылардың өнерге, киноға деген талғамын қалыптастыруда бұл кабинеттің рөлі өте зор. Кабинеттен тұратын кешен оқушылардың қазақ тілі мен әдебиеті пәніне қызығушылығын оятып, оқу үдерісі мен сабақтан тыс уақыттарда ізденімпаздығын дамытуды мақсат етеді. Өйткені бұл аудиториялар жас зияткерлердің көркем әдебиетті қолға алып, сөздік қорын арттыруына, қазақ ауыз әдебиетінің маржандарына терең бойлауына толықтай мүмкіндік береді. Әдебиет ұлы болмай, ұлт ұлы болмайды. Зияткер оқушылардың рухани дамуы үшін тіл қазына кешенінің берері мол. Қазақ тіліне берілген осы басымдық қазақ тілінің мәртебесінің жоғары екендігін көрсетеді.